Қазан ошақта қой қабырғаларын картоппен қуырамыз. Сіздермен Назик Кук. Менімен бірге болыңыздар, өте дәмді болады. Қуырдаққа біз қой қабырғаларының 1 килограмын алдық. Қабырғаларды бөліп кесіп алыңыздар. Осы 1 кило болып қалады. Тұздаймыз, мынада тұздап қоймыз. Еттеріңізді суық суға жуып алыңыздар. Тұздап қойыңыздар. Пиязды ірілеу қылып тураңыз. Даже надо жартысын ғана, можно крупный назым. Çizgilerini döküyoruz. Жарты пияз салам, жартысын. Бес минут өткеннен кейін мынаны саламыз уже қабырғаларды. Етті кішкене тұздалған, біз сондықтан қазір тұз салмаймыз, осылай қуыра береміз. Отқа ақырын ғана. Қазір осыдан кейін уже мынадан кейін бір-бірден ғана салып отырамыз. Ақырын, ато қап-қара болып жанып кетеді. Қатты не тұрған жоқ, нормально қазір. Емес, ақын емес, осы бұлқылдап түсір. Қазандыққа сол үшін жақсы. Көп керек жоқ қана, біреу ғана ем. Тағы бірін салып, все достаточно. Көп болса, оқиып кететіміз. Осы минуттерде, бізде? Қуырдағымызды 40 минут бұқтырғаннан соң, енді сарымсақ пен пиязымызды саламыз. Тұздаймыз. Сонда 30 минут емес, 40 минут қайнатайық деп бірінші чай қасықпен. Қызыл перец. Чай қасықпен бір қызыл бұрыш және қара бұрыш қосамыз. Енді араластырамыз. Араластырамыз да картошка саламыз бетіне. И тағы 20 минутта піседі картошка пісіп. Тағы бір стакан су құяйық себебі. Кішкене тұз мына бетіне. Жарты қасық даже. Жарты қасық тұз.
болды. Енді 20 минут қайнатамыз. Жаңа бір қайнатайын астын, иә, аны қаттырақ кішкене. Ал қара. Мінекей тамағымыз дайын. Ет деген жұмсақ, өте дәмді болды. Мына қазақтың бір тамаша тамағы, қуырдағымыз дайын болды. Қазанда піскен тамақ өте дәмді болып шығады. Анам екеуміз жасаған тағам сізге ұнап жатса, тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонда біздің жаңа рецепттерімізді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.